Ассалаумағалейкум достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ғана бокстан Азия чемпионаты өз мәресіне жетті. Демек, бұл арнаға видео жазатында жақсы себеп пайда болды деген сөз. Жалпы бұл Азия чемпионатының жартылай финалдарына дейін өзімде тікелей эфирде біразын жүргіздім. Ойға түйген біраз нәрсе бар, біраз айтатын дүние бар. Сол себепті өз арнама осы бір видеоны жасап көрейін дедім. Әдеттегідей менің арнама қош келдіңіздер. Танымасаңыздар, жекпе-жек комментаторы, анда-санда подкаст жүргізіп қоятын адам. Менің арнама қош келдіңіздер. Және Инстаграм, Телеграм парақшаларыма да шақырам. Дәл осы видеоның астында сілтемесін қалдырам. Қосылыңыздар, жазылыңыздар. Ол жерде әсіресе Телеграмда жекпе-жек түрлері туралы жиірек өз бір пікірімді, ойларымды, ойға түйгенімді жаза отырамын. Монғолиядағы Азия чемпионатына келетін болсақ, Қазақстан жалпы командалық есепте бірінші орынмен аяқтады бұл чемпионатты. Шамамен енді сондай нәтижені күттік те, бірақ бірнеше үлкен бірақ деген нәрсе бар. Бұл ең басты біздің басты қарсыласымыз Өзбекстан құрамасы екінші нөмірлерін алып келді. Бірақ бір қызығы екінші нөмірлері бірінші нөмірлердің бір жоқтығын қатты байқатпады. Өйткені статистика бойынша енді оларда да бесеу, бізде де бесеу финалға жеткен жігіттер, жалпы медальдар саны да сәл ғана аздау, енді орындары бос қалған жоқ, былайша айтқанда, бірінші нөмірлердің. Бұл немен байланысты? Менің ойымша ең алдымен бұл Азиядамен байланысты. Осы жылы ең үлкен турнир Азияда, соған барлығы дайындалып жатыр. Өзбекстан құрамасы осындай бір стратегияларды жақсы көреді, біреуді ұстап қалу, жекпе-жекке шығармай қою деген сияқты, сырттан бақылай тұру деген сияқты. Оның біз талайын көрдік. Кейбір жігіттерді біздің боксшыларға қарсы жекпе-жектерге шығармады. Кейбір Қазақстан қатысатын турнирлерге қатыспай қояды, әлем кубогына келмеді деген сияқты. Бұл қазір айыптау емес, бұл өзбек құрамасының бір стратегиясының бір бөлігі ретінде қабылдау керек. Ешқандай бір негатив, біреуді кінәлау, ондайдан біз аулақпыз. Бұл Өзбекстан құрамасының сондай стратегиясы. Қазір Азияда қарсаңында барынша бірінші нөмірлерін біздің боксшылардан ресми жарыстарда алысырақ ұстау, өйткені басты қарсыластар. Біздікілер бірінші нөмірлерді апарды, және енді бұл заңды болу керек те шығар, егер басты қарсылас болмағандықтан, бірден жалпы командалық есепте бірінші орын аласың. Бірақ менің ойымша бұл жерде бір проблеманың шеті көріне бастады. Бұл чемпионатта бұл резервтің жоқтығы, яғни екінші, үшінші нөмірлер. Енді бір жағынан қарасаң бар, жарыстарға барып тұрады, бірақ Странжа кубогы мысалы резервтің аздау екенін көрсетті. Мен нені айтып отырмын? Яғни екінші, үшінші нөмірлер бірінші нөмірлермен бір деңгейде емес. Тіпті жақын тұрған жоқ. Бізде бірінші нөмір мен екінші, үшінші нөмірдің арасы кішкене көптеу. Міне мәселе қайда жатыр? Өзбекстанға алып келсек, кешегі міне қазір 75, 80 келі, 90 келеді, Тұрабектердің, Уматалиевтердің орындарын оп-оңай мына жігіттер басып отыр, және олардан кейін жұдырықтасқан жоқ. Бізде мысалы Махмұттың орнын баса алатын адам жоқ, Ташкенбайдың орнын баса алатын адам жоқ деген сияқты. Оралбайлардың да орнын, әсіресе Айбек Оралбайдың орнын басатын адамдар жоқ. Міне резервті көріңіздер ме? Аса ауыр салмақта Өзбекстанда Маханов пен Жахангер бар деген сияқты. Біздегі проблеманың ең бас проблемалардың бірі осы. Ол немеге алып келеді? Біз бірінші нөмірлерді алалап ұстауға тура келеді. Әлде соның салдары дейікші, алалап ұстайды, шаң жуытпайды маңайына, жолатпайды, және елде бір қарсылас бар, менің орнымды басып аладау деген бір адамдар жоқ болғаннан кейін кішкене босаңси бастайды. Бәлкім жұлдыз ауруына шалдығады деген сияқты. Сол себепті менің ойымша біз мысалы Махмұт Сабырханның осындай жекпе-жегін көрдік. Енді мынадай моңғол боксшының негізі мысалы Ливерпульде мотивациясы болып тұрған кезде, ынтасы болған кезде ойнап тұрып жүрген ондай боксшылар. Ташкенбай да солай болған. Қазір жалпы төрешілер бұрмалады деп айтқым келмейді. Төрешілер бұрмалау үшін себеп те беруің керексің. Сен мысалы Сабыржан Ақылықов, Оразбек Асылқұловтар төрешілер бұрмалап жіберуі мүмкін кезде өте жаман қосты. Өйткені олар командада әлі дұрыс толықтай бір бағасын ала алмай жүрген адам, әсіресе жанкүйердің тарапынан. Мамандар оны білетін шығар, бірақ мысалы біздің жұлдызды боксшылардың қазір ұтылуының бас себептерінің бірі де осы деп ойлаймын. Өйткені олардың орнын басатын адам жоқ, олар өздерінің сондай
бәлкім бір жеке дара сондай менен басқа ешкім жоқ деп сезініп отырғаннан босаңсыған шығар деп ойлаймын. Енді кезектен келейік, оны бастамас бұрын тағы да бір қосатын нәрсе бар. Біз Өзбекстан деп жүрген кезде мына жақтан Үндістан шығып қалды. Бұл әлі бір реттік акция ма біз білмейміз, өйткені басты бәсекелестік болмағаннан кейін, бәлкім бәсекелестік төмен болғаннан кейін үнділер алға шығып кетті ме, әлде шынымен мықты болып кетті ме, біз оны тек кейін білеміз, Азия ойындарында. Бірақ мына Вишванат Суреш деген боксшыны жадымызда сақтау керек. Мен оның боксын тамашаладым, бір-екі жекпе-жегін, Санжарға жекпе-жегін, одан кейін жекпе-жектерін. Шынымен де мықты боксшы екен. Басқа үнді боксшылар туралы әзірше айту қиын, бірақ дәл осы Вишванаттан енді бір бәле шықса, осы Вишванаттан шығуы мүмкін. Сақтану керек бұл боксшыдан. Енді ары қарай жылжиық. Келесі тағы бір мынадай ой бар. Енді Иордания жақсы жұдырықтас, Үндістан, Жапония деген сияқты бұл мемлекеттер дәл осы бәсекелестіктің төмендігінен әзірше жақсы нәтижеге қол жеткізді. Ал Азия ойындарында кішкене басқаша болатын, өздеріңіз де түсініп отырсыздар. Сосын стратегияға келетін болсақ, жапондарды, мысалы Акадзаваны жартылай финалда Яшаешке қарсы шығармай қойды, өйткені алда Торехан тұрды финалда, түсініп тұр. Сондықтан менің ойымша сондай бір жоспар болды, әзірше Тореханнан тарта тұрайық деген сияқты. Өйткені Ливерпульді көрді, қазір дайындалу керек, стратегия құру керек деген сияқты, әлеуетін бағалау керек. Жекпе-жекте әрине Тореханға бұдан да көп ақпарат беріп қояр еді өзі жайлы. Ал басты жоспар, басты план бұл әрине Азия ойындары. Сондықтан менің ойымша Акадзавада жартылай финалда Тореханға қарсы шығуға бас тартты. Ұтып жатса, финалға шығар еді. Яшаиш тұтуға әлеуеті бар негізі Акадзаваның. Салмақпен бастайық. Санжар Ташкенбай жайлы айтатын болсақ, менің ойымша бұл жігіт психологияда жақсы сөз бар, фрустрация деген, яғни бір мақсатқа жету жолында бір құлазу, құлдырау күйінде жүрген адам болып көрінеді. Өйткені енді ойлап көріңіздер, жасың 22-ге жетпей әлемді 2 рет бағындырып тастадың. Әлемде ең үздік боксшысың өз салмағында. Шынымен де бір бойыңда бір талант сезесің, сол жасқа жетпей бүкіл жағдайыңды жасап үлгердің. Ендігі мотивация жоқ, ары қарай тығырыққа тірелесің. Енді мен қандай белес аламын? Мен шынымен де өте жоғары деңгейде әлемдегі ең үздік атлетпін. 2 рет оны дәлелдеп тастадым. Сондай бір жағдайдың құрбаны болған сияқты. Өйткені Санжар Ташкенбай Олимпиадаға қатыса алмайды. 55 келіні қазірдің өзінде Махмұд бекітіп қойды, болды. Санжар Ташкенбай Азия ойындарына қатыса алмайды. Ол жерде олимпиадалық салмақтар тағы да сол баяғы. Енді ол не істейді? Келесі әлем чемпионы өтеді ме? Жарайды, 3-ші рет ұтады. Бірақ ол енді сондай рухты жалпы спортшылар үшін, амбициясы бар спортшылар үшін бұл майда-шүйда дүние негізі мотивация қатты бере қоймайтын. 3 дүркін әлем чемпионы, 4 дүркін деген сияқты. Жаңа бір бұдан да үлкен, бұдан да бір жоғары мақсат керек. Көрдіңіздер ме? Олимпиада ондай мақсат бола алады. Махмұд үшін олимпиаданы ала алмаған, өйткені ол тағы қалған боксшылар үшін. Бірақ Санжар тіпті олимпиадаға қатысу мүмкіншілігіне ие болмайды. Сондықтан ары қарай бір нақты жоспар жоқты, ары қарай болашақ бұлыңғыр, түсініксіз. Бәлкім соның кесірінен осындай бір ынта жігерсіз бокс көрсетіп жүрген шығар деп ойлаймын. Бұл жерде жақсы шешім Санжар Ташкенбай үшін бұл Сәкен Бибосын сияқты істеу, кәсіпқой боксқа көңіліңді аудару, 2 боксты қатар алып жүру, әуесқой мен кәсіпқой. Менің ойымша басты проблемалардың бірі осы. 55 келі Махмұд Сабырхан келетін болсақ, жалпы бұл жігіттің жеңілісі жайлы айту қосарым көп емес, негізінде жекпе-жек былай болды, түсініп отырмын. Енді менің ойымша бұл жерде жалпы Монғолияның факторы қатты рөл ойнады, шығару керек болды, және егер сен себеп беріп қойсаң, жай былай жақын жекпе-жек болса бұрмалап жүруге болар еді. Сондықтан сондай бір төрешілердің факторы маңызды рөл ойнаған шығар. Енді бұл бір, екіншіден ол жерде кішкене Сабырхан өзіне тән сондай бір жекпе-жек мәнерін көрсеткен жоқ, соны да ескере отырайық. Жалпы Азия ойындарының алдында ұтылғаны бір жағынан жақсы ма деп қоясың, 60 келі салмақ. Оразбек Асылқұлов ең бір сұрақтар жоқ боксшылардың бірі шығар. Әлем чемпионатынан кейін әлі де мотивациясы өте жоғары екенін дәлелдеп отыр. Әлі де олимпиададан дәмелі, өйткені IBA-де ол жерде кішкене барлығы басқаша. Ал мына жақтағы бокстың жөні бөлек, және әлі де қарны аш, әлі де бірдеңе дәлелдегісі келетін сияқты. Және Оразбек Асылқұлов осы
бізде 60-65 келі салмақ дәрежесі кішкене кризис кезінде болды ғой, дағдарыс күйінде болды. Сол дағдарыстан біртіндеп 60 келіні шығарып жатқан сияқты болып көрінеді негізінде, Холоковты кезінде отқан осы жігіт екенін ұмытпайық. 65 келі өкінішке қарай әлі де кризистен шыға алмай қалған салмақтардың бірі менің ойымша. Ертуған Зейнуллинов енді маған ұлттық құрамада қатты ұнайтын боксшылардың бірі, шыны керек. Сондай бір өжет мінезді жігіт, шынымен де жекпе-жектерге беріліп шығады, толықтай ана жерде жан беріп жан алысуға дайын. Бірақ қалай дегенмен атлеттердің, спортшылардың белгілі бір өзінің шегі болады. Сол шегінен тіпті асып кеткен сияқты болып көрінеді кейде. Ертуған Зейнуллинов жекпе-жектерді жұлып әкетіп жатады, не болмаса осындай бір тең жекпе-жектері өте көп. Бәлкім шынымен де басқа бір жаңа бір толқын керек шығар. Мүмкін Өзбекстаннан келген Саят Ильясов соның орнын толтырамын, оны көре жатармыз. Бірақ бұл салмақта әлі кризис шешілген жоқ. 70 келі Төрехан Сабырхан. Бұл жерде де енді жекпе-жек былай да беруге болар еді. Бірақ бұл қатты маңызды емес негізі, өйткені бізде тағы да айтамын, Азиядаға қайтып келеміз. Бұл жерде бізге маңызды Азияданың түпкі нәтижесі. Азиядан ұтқан адам 2026 жылы Азияның үздік боксшысы болады. Болды. 70 келі Азияда да болады. Сонда дәл қазір ұтылып алған, жеңілістің ащы дәмін көрген, бәлкім төрешілердің әділетсіздігінде көрген, қазір дұрыс та шығар деп ойлаймын. Ол өйткені Азиядаға ол аш келеді. Бұл жерде ең бастысы енді тек қана бір жанып кетпеу эмоциялық тұрғыда, бұл жеңілісті дұрыс қабылдай алу, жеңіліске дұрыс қарай алу, оның бақытына орай қасында білікті маман бар, бапкері. Екіншіден туған ағасы бар, Махмұт. Ол ондай нәрседен өткен, сондықтан дұрыс жолға салады деп үміттенемін. Мен іштей тіпті көндім де, тіпті жақсы болған шығар деген ой келді. Мен бұл жеңіліс тілеп, бір жамандық тілеп отырған жоқпын, бірақ осы дұрыста болған шығар деп ойладым. Бірақ андай негатив болған жоқ. Ойбай, сен көп билеп кеттің, сен құтырып кеттің деген сияқты. Өйткені бұл талантты жігіт шынымен де. Бокс өте әдемі және өзіне жарасады, не істесе де рингтің ішінде әрине. Сондықтан ашылсын, тұйықталмасын, жабылмасын. Тағы солай шығып, дәл солай алған бетінен қайтпай жұдырықтаса берсін. Мен сондай Төреханды көргім келеді, және осы жеңіліс Төреханға тағы бір деңгейге шығуға мүмкіншілік береді деп ойлаймын. Енді үлкен бір жардан құлағанша осы жерден құлаған артық. Үлкен жарда отырған ол Азияда, Олимпиада деген сияқты. Өйткені білесіздер, мысалы, Серік Сәпиев 2008-де Олимпиадада ұтылды. Ол жерде төрешілерге сұрақ бар. Данияр Елеусінов 2012-де Олимпиада ұтылды, бірақ келесі Олимпиадаларда бұл жігіттер ұтып отырды деген сияқты. Әрбір үлкен боксшының, әуесқой бокста, аңыз боксшының сондай бір барлығын өзгертетін, жаңа деңгейге шығаратын жекпе-жегі болады. Төрехан үшін осы жекпе-жек сондай бола ма деп ойлаймын. 75 келі келек. Аққалықовпен жалпы Асылқұлов 100% тәп-тәуір ең бір күшті жұдырықтасып шыққан боксшылар шығар біздің құрамада. 75 келі салмақ дәрежесінің де дефициті жабылып жатқанда. Бұл жерде енді Абылайханға көп нәрсе байланысты. Абылайхан қай салмақта жалпы жалғастырады? 70-те көреді ме, 75-те көреді ме деген сияқты. Жалпы жақсы қарқында келе жатыр. IBA-дегі әлем чемпионатынан кейін шынымен де кішкене бір менталды деңгейде басқа бір сатыға көтерілген боксшы болып көрінеді. Бұл боксшының жекпе-жектерінен тіпті сөз жоқ. Асылқұлов пен Аққалықов менің ойымша Қазақстан құрамасының ерлерді алатын болсақ, ең үздік екі боксшы мінсіз атқарып шыққан өз жұмыстарын. 80 келі салмақ дәрежесіне келетін болсақ, Жақпеков. Енді бізде 80 келі салмақ дәрежесінде кризис пайда болып жатыр. Өйткені бір топ жастар бар, сол Бегалиев деген сияқты, тағы боксшылар бар. Бірақ шынымен де, мысалы, Уматалиев сияқты боксшылармен жұдырықтаса алатын күйде ме? Енді білуімше Бегалиев жастықтар арасында ұтқан Уматалиевті. Бірақ қазір кішкене енді бұл үлкендер боксы, ересектер боксы бұл жерде кішкене басқаша. 80 келіде біраз жұмыс жасауға тура келеді. Жұмыс атқару керек. Өйткені бізде Нұрбек Оралбай салмағын ауыстырды. 85 келі салмақ дәрежесі. Айбекке сөз жоқ. Әсіресе Өзбекстанның енді бірінші нөмірлері жоқ кезінде тәп-тәуір өз жұмысын атқарып шықты деп ойлаймын. Бұл жерде сөзсіз алтын алу керек еді де. Енді қызықтың бәрін біз Азия ойындарында көретін боламыз.
Ары қарай 90 келі Тоғанбайға қатысты. Тоғанбай өкінішке қарай сондай жағдайға бірнеше рет тап болды. Бұл мысалы Өзбекстан боксшысына ұтылған кезде Мамасалиевке өте жақсы бастады негізінде. Бірінші раундты 4-1 қылып берді төрешілер Тоғанбайға, бірақ менің ойымша 5-0 болып алды. Ол жерде жарайды, ол маңызды емес, әйтеуір беріп тұр. Бірақ мойындау керек, екінші, үшінші раунд ұтылды. Және ұтылғанда бір техникалық тұрғыдан ұтылған жоқ. Ұтылғанда функционалдан ұтылды. Барын бірінші раундқа салып тастады, болды. Ары қарай бұлай сүйекке қарсы қойып төбелесу қиындап кетті, және екінші, үшінші раундта шынымен ұтылды. Әсіресе үшінші раунд тіпті сөз жоқ. Бәлкім бұл салмақта да кризис бар шығар. Өйткені IBA-ге басқа бір боксшыны жіберді, қарағандылық боксшы, қазір есіме түспей тұрады. Кадрлар жетіспейді, іздеу керек, резерв өсіру керек. Қазір резервтар жайлы сөз болады тағы да. Айбек Оралбай аса ауыр салмақ өз жұмысын +5-ке атқарып шықты. Әсіресе Арман Махановқа қарсы жекпе-жек өте қатты ұнады. Енді шынымен де қазір әуесқой бокста нөмір 1-ші ауыр салмақтағы боксшы екенін дәлелдеді, әлем чемпионы екенін дәлелдеді. Менің ойымша енді бұл боксшының тек қана Давид Суровпен кездесуін күтеміз. Енді қашан болатын белгісіз, енді World Boxing'ге кірді Ресей, сондықтан Давид Суров деген өте талантты ресейлік боксшы бар, IBA-де әлем чемпионы болған, Махановты нокаутпен ұтқан боксшы. Енді сол екеуі өзара әлемнің, әуесқой бокстағы әлемнің ең үздік боксшысы кім екенін анықтау керек. Жаңа резервке келетін болсақ, жалпы бірінің орнын бірін білдіртпей басып отыратын боксшылар жайлы айтатын болсақ, ұрпақтар сабақтастық деген жақсы сөз бар, қазақта. Сол жайлы айтатын болсақ, мен бұлай ойлаймын. Мысалы, Сәкен Бейбосынов, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, олардың барлығын мысалы бір рингке апарып тығудан біз қорықпауымыз керек, біз соны жасауымыз керек. Олар бір-бірімен дос болуы мүмкін, бір-біріне жол беруі мүмкін. Мысалы Абылайхан мен Төреханның жекпе-жегі керек бізге. Бізге дегенде ол жай фанаттар үшін емес, ойбай кім мықтыны анықтау. Бұл жерде елдің мүддесі жатыр, тұтастай бір мемлекеттің мүддесі жатыр. Ол жігіттер ертең Олимпиадаға барады. Сонда біз арамыздан шынымен де мықтыны іріктеп алдық деп апаруымыз керек те. Ойбай, ол 2005 жылы Ливерпульде бірінші орын алған деп 2028 жылы Америкаға апармайтын шығармыз енді Олимпиадаға. Сен әлем чемпионатынан алдың медаліңді, келдің, бір апта тойладың, пәтеріңді алдың, көлігіңді алдың, сияқтыңды алдың, бір аптадан кейін сен әлем чемпионы екеніңді ұмытамыз. Ел қатарлы тұрасында қайрадан сен Қазақстан деген елдің өз салмағында тізгін ұстауға лайықты боксшы екенін тағы бір мәрте дәлелдеуің керексің. Сол кезде ғана босаңсу деген болмайды, сол кезде дегенде бір құлазу деген болмайды, сол кезде ғана конкуренция болады. Бізде білмеймін, алдағы уақытта менің ойымша біз ондайды көре алмаймыз. Ташкенбайды 55-ке біртіндеп көтеріп көру керек. Жігіттердің мүддесіне қарама-қайшы шығар бір жағынан, бірақ бұл жерде бокстың мүддесі бар, бұл жерде елдің мүддесі бар, сондықтан өзара жекпе-жектер өткізуден қорықпауымыз керек. Жас резерв өсіруден де қорықпауымыз керек. Жастардың бетін қайтармау керек. Жас буын кезінде сындырып тастап, ересектер арасында өткен кезде олар өз басынан жоғары секіре алмай қалатын күйге жеткізбеуіміз керек. Мұның мысалы жаңағы айтып отырмын, бір-бірімен барлық жекпе-жектер өткізу керек, іште бір-бірімен қырылу керек. Бұны бізге дзюдо дәлелдеді. Естеріңізде болса, Париж Олимпиадасының қарсаңында Нұрғанат Серікбаев, Мағжан Шамшадин, Елдос Сметов не істеді? Тікелей эфир Қазспортқа шықты, Алматыда бір базадан үшеуі бір-бірімен күресіп, Олимпиадаға кім баратынын анықтады. Нәтижесін көрдіңіздер. Боксшылар да сондай іріктеуден өтті. Ол боксшылар бар, енді барлығы алтын алып келген жоқ. Біздегі іріктеу болған, бірақ Мұхаммед Сабыр мысалы іріктеуден өткен тәп-тәуір бокстасып шықты. Ұялмайсың да, және сен сосын турнир біткесін ол медаль алмай қалса, ұтылып қалса, сенде андай вариант жоқ. Ойбай, онда мынаны апару керек, мынаны апару керек. Барлығымыз ел болып іріктеп апардық қой осыны. Біздің ең мықтымыз осы қазір. Осы лайықты, осыны апардық, осы ұтты деген сияқты дүниелер болады. Ол жерде алып қашпа әңгіме болмайды да, мынаны сөйту керек, мынаны бүйту керек деген сияқты. Мен ойымша сондай нәрселерді құрту керек. Өйткені бір жерде Абылайханның да сөзі болды, Төрехан лайықты болса барсын деген сияқты. Лайықты да шығар, бірақ оны
іште бірінші анықтау керек. Сен де лайықтысың. Бір жылда 70 келіде 2 бірдей әлем чемпионы шықты 70 келіде, бір IBA'ді алды, бір World Boxing алды. Сонда біз не істеуіміз керек деген сияқты сұрақтар туындайды. Енді қорытындылап келгенде қалай дегенмен Қазақстан по факту Азияда нөмір 1 құрама, бұны дәлелдеді. Енді бұл тек қана қазан айына дейін, қазан айының басында шамамен Азия ойындарының жекпе-жектері аяқталады. Сол кезде дәл осы Азия чемпионатының нәтижелерімен салыстырамыз. Қаншалықты сәйкес, қаншалықты лайықты дегендей. Азия чемпионатының қорытындысы осындай. Құрметті достар, оқырмандар, жазылмандар, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Азия чемпионатына қатысты қандай ойдасыздар? Менің қандай ой пікірлеріммен келіспейсіздер? Бұл өте маңызды. Бұл жерде мен отырып алып, менікі дұрыс деп отырған жоқпын. Сіздердікі де дұрыс болуы мүмкін. Енді шындық талқылау барысында пайда болады. Сондықтан талқылап көрейік. Шама келгенше мен де жауап беремін сіздерге. Лайк, пікір, видеоны бөлісу деген дүниелерді жасап кетіңіздер. Бұны YouTube ұнатады. Бұл менің де жаныма жағатын нәрсе. Болды. Қош сау болыңыздар.